Саламатсыздар ма? Сауықтыруға арналған жәрдемақының мөлшері туралы сұрақтар түсуде. Ең бірінші, Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 139 бабының 10 тармағында азаматтық қызметшілерге жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы берілген уақытта сауықтыруға арналған жәрдемақы лауазымдық жалақы мөлшерінде төлеу қарастырылған. Сондай-ақ педагог қызметкерлерге бір лауазымдық жалақыдан кем емес сауықтыруға арналған жәрдемақы төлеу педагог мәртебесі туралы заңның 12 бабының 3 тармағында көрсетілген. Енді кезекте сауықтыруға арналған жәрдемақының мөлшері, яғни лауазымдық жалақысы қосымша ақылар мен үстемақыларды қоспай, тек қана ауылды жерде көбейту қосыла отырып, және де оқу жылындағы еңбек демалысына шығып жатқан уақытта сағат санына байланысты есептеліп төленеді. Мысалға, сіздерге мына жерде апталық жүктемесі 19 сағат, 15 жыл педагог өтілі бар және де жоғарғы білімді педагог сарапшы, біліктілік санаты бар мұғалімнің сауықтыруға арналған жәрдемақысының мөлшерін есептеуді жөн көрдім. Яғни В22 реестрлік тобы 495 коэффициенті еңбекақы есептеу. Және де бұл жерде бірден сравнительно, яғни қаладағы және де ауылды жердегі педагог мұғалімнің, яғни еңбекақысын есептейтін боламыз. Бұл жерде базалық лауазымдық жалақы 17697-ні көбейтеміз 495 коэффициентке, оны көбейтеміз түзету коэффициенті, яғни 2023 жылдан бастап ол бізде 2-ні құрайды, және де шыққан соманы нормативтік жүктеме 16 сағатқа бөліп, яғни атқаратын жұмысы 19 сағат болғандықтан 19 сағатқа көбейтеміз. Яғни қаладағы дәл осы параметрмен көрсеткен педагог қызметкер 208.050 теңге сауықтыруға арналған жәрдемақы алатын болса, ауылды жерде жұмыс жасайтын педагогқа ауылдық жердегі 25% көбейтуі қосылады. Яғни соның екеуін қосқан кезде 260.063 теңгені, яғни сауықтыруға арналған жәрдемақысы бізде құрайды екен. Сондай-ақ тағы бір айта кететін мәселе, сауықтыруға арналған жәрдемақыдан ешқандай ұстаулар ұсталмайды. Яғни нақты шыққан мөлшері бойынша, яғни Қазақстан Республикасы салық кодексінің талаптарына сәйкес, бұл жерде өтемақы, жәрдемақы мөлшері болып табылғандықтан ол салық салудан босатылады. Дегенмен, егер де педагог қызметкер алимент төлеуші болып табылатын болса, сауықтыруға арналған жәрдемақыдан алимент бізде ұсталынуы тиісті. Сондай-ақ осы жерде атап өткім келеді, Жамбыл облысы оқу-ағарту, ғылым және жоғарғы білім қызметкерлерінің жергілікті кәсіподағы мен Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының арасында 2024-26 жылдарға арналған әлеуметтік әріптестік туралы келісім бар. Аталған келісімнің 5.1.2 тармағына сәйкес азаматтық қызметшілер, соның ішінде қызметтік бөлмелер мен үй-жайларын тазалаушылар және де ғимаратқа кешенді қызмет көрсететін және де жөндейтін жұмысшыларға сауықтыруға арналған жәрдемақы төленеді. Ол бізде аталған келісімнің 5.1.2 тармағында және де 3-ші қосымшасына сәйкес демалыстардың ұзақтылығы қарастырыла отырып анықталған. Сондай-ақ мұғалімдердің сағат санына байланысты сауықтыруға арналған жәрдемақының мөлшері анықталуы тиістігі бізде республикалық салалық кәсіподақ пен оқу-ағарту министрлігінің арасында жасалған әлеуметтік әріптестік туралы келісімнің тармақтарымен де анықталған. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.